Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге бар жоғы 3 қана заттан тұратын печенье рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған маргарин үстіне қантымызды салып жақсылап миксерлейміз. Массамыз бірігу қажет. Содан кейін үстіне жұмқан 2 сары уызын және ванилинді салып, тағы да миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін лопатканың көмегімен массамыздың жан-жағын ыдыстан жинаймыз. Үстіне ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан, оны осы лопатканың көмегімен илесеңіздер болады. Дәл осындай масса болып шығады. Тағы да аздап 5 минуттай осылай қамырымыздың иін қандырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін аздап қолымызға алып, оны дөңгелетіп, ең алдымен жұмқан ақ уызына және үгітілген арахистің үстіне аунатамыз. Менде бұл жерде үгітілген арахис пен кунжут дәл осылай кезектесіп аунатып шықсаңыздар болады. Печеньеміз дайын болғаннан кейін ортасын дәл осылай ашамыз саусақтың көмегімен. Бұл жерге кейіннен қалағанша кез келген жем, не болмаса ерітілген шоколад құйсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 226 градуста 20 минуттай пісіріп аласыздар. Мен бұл жерге ерітілген шоколад құйдым. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.